Мектебімізде өзін-өзі басқару ұйымының президентін сайлауы өтті. Мектеп оқушылары сайлауға белсене қатысып, өз таңдауларын жасады. Сайлау нәтижесі бойынша 9 А сынып оқушысы Алимова Шынар 35% дауыспенен мектеп президент атанды. Мен Алимова Шынар, Республикалық бірыңғай жас ұлан және жас қыран балалар мен жасөспірімдер ұйымына кіре отырып, өз отаным Қазақстан Республикасының патриоты болуға, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, дәріптеуге, туған елім, жерім, отанымды мақтаныш етуге, және де ата-анамды қадірлеуге, үлкенге құрмет, кішіге ізет етуге, салауатты өмір салтын ұстануға, табиғатты аялауға, жас ұлан ережесін бұлжытпай сақтауға және оны өз достарымнан талап етуге ант етемін. Біздің жерлестеріміздің даңқты ерлігі өнегесіне негіздене отырып, ерлікке үйренуге, отаныма шексіз қызмет етуге ант етемін, ант етемін, ант етемін. Мен Ғалиорманов атындағы орта мектебінің 9 А сынып оқушысы Алимова Шынар. Мектебіміздегі кезекті өзін-өзі басқару ұйымының президентін сайлауда басым дауыспен өзін-өзі басқару ұйымының президенті атандым. Біріншіден, бұл мен үшін үлкен жауапкершілік. Екіншіден, мені таңдағандарыңызға алғысымды білдіремін. Болашақта өз міндеттерімді лайықты атқарып, оқу мен қоғамдық жұмыстарға белсене араласып, мектептің мәртебесін биікке көтеруге уәде беремін.